сәлем, сіздермен жол болғыш және бұл бізде жаңа челлендждің басталуы. 7 күн 30 минуттан кітап оқу. Кеттік. Екінші күн 30 минут кітап оқу. Бүгін мен 137-ші беттен бастаймын. Осы жерден. Сәлем достар, бүгін жұма және мен күнде 30 бет оқу челленджін жалғастырудамын. Бүгін мен 253-ші беттемін. Кітаптың тең жартысына келдім десе болады. Бұл челленджді мен дүйсенбі күні бастадым, яғни бүгін 5-ші күн, сенбі және жексенбі күндері қалды. Қандай ойға келдім десем, не айтар едім? Сабақпен қатарласып кеткендіктен мен кітап оқымай кеттім. 30 минут аз секілді көрінеді. Оны желілерге, тағы басқа нәрселерге 30 минут 5 секундта өтіп кететін нәрсе негізі. Сонда да соны біле тұра 30 минутты бөле алмайтын едім, бірақ күнде осындай челлендж бастап, күнде сіздерге видео отчет беретін болғандықтан күнде шынымен 30 минут кітап оқып жүрмін. Соның арқасында осы кітаптың жартысына келіп қалдым. Әйтпесе бастағаныма көп болды. Әлі күнде бір 10 бет, 15 бет, тіпті бір 10-15 минут оқимын, содан кейін болды. Ал осындай видеоның арқасында және челленджді бастағанның арқасында мен күнде шынымен де 30 минут оқимын, ал 30 минутта әрқашан әртүрлі мен жылдамдығын қараңыздар. Бұл мен қанша? 4 күнде яғни оқыным. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі күндері оқығаным. Және бүгін көрісу бір жастармен көрісу күні құтты болсын. Сәлем, сіздермен жол болғыш. Және бұл 7 күн 30 минуттан кітап оқу челленджінің аяқталуы, яғни қорытындысы. Басында бастаған кезде бұл челленджді мен Стендель красный и черный кітабын оқып бастадым. Яғни мен 67-ші бетте болдым. Осынша. Ал 7 күн 30 минуттан оқыдым. Және жексенбі күні 30 минуттан сәл көбірек, өйткені менде демалыс болды және мен сол демалысты кітап оқымай өткіздім. 367-ші бетке келгем. Яғни 67-тен 367-ші бетке дейін. Ол осынша. 7 күн 30 минуттан оқыған кезде мен 300 бетті оқып бітіргем. Яғни мен жылдамдығым қатты жоғары болды деп айта алмаймын. Әр кезде әртүрлі болды және кейбір күндері мен ютубқа read with me видеоларды түсірдім. Яғни камераны қосып қойып сіздермен бірге оқыдым. Кейбір күндері мен жай ғана будильникті қойып қойып таймермен солай оқыдым. Бұл челлендждің арқасында мен осы жылы ең жылдам және продуктивті 7 күн болды десе болады. Кейбір күндері әрине жылдамдығым жылдам болғандықтан, оқу жылдамдығым жылдам болғандықтан көбірек оқыдым. Кейбір күндері азырақ деген сияқты, яғни бұл біріншіден көңіл күйге де байланысты, мүмкін мотивация, тағы басқа, бірақ ерінген күндері де осы мен челлендж болғандықтан және сіздердің алдарыңызда бір осындай отчет беретін болғандықтан 7 күн 30 минуттан оқу мен үшін міндет болды. Және мен күнде сол 30 минутты табуға тырыстым. Қарап тұрсам шынымен де 30 минут жай ғана күнде тіпті көзге байқалмайтын уақыт, өйткені қайда кетіп қалғанын ешқашан білмейсің, бірақ сол 30 минутты нақты бөліп кітап оқуға арнау қиын. Тек қана осы видео түсіру керек болғандықтан мен оны арнай алдым. Дегенмен қарап тұрсам, ол 30 минут менде күнде қайдағы жоқ нәрселерге кетіп жатыр. Сондықтан сол күнде 30 минут кітап оқуға арнаған арқасында мен 7 күнде 300 бет оқып тастадым. Бұл мен үшін керемет, сондықтан осы челленджді жалғастыра беретін шығармын. Өйткені шыны керек, алдыңғы жылы мен өзіме 100 кітап оқу мақсатын қойғаннан кейін осы жылы ондай мақсат жоқ, яғни планка түсіп кетті, бос болған кезде оқимын деймін, ал миым тек қана демалғанда кітапты демалу көзі көреді, былай оқымайды. Былай сабақ күндері сабақ оқимын, анау-мынау деп өзіме өзім осындай сылтау тауып аламын да кітап оқымай жүрдім. Сондықтан күніне 30 минут оқығанның арқасында және мен ең қызық байқағаным, ол 30 минут мысалы желілерді қарау, ютубта тағы басқа бір кино көрудің өзі 2 сағаттық жұмыс, яғни кемінде 1,5 сағат тек. Ал 30 минут кітап оқыған кезде бұл жерде ақпарат жылдам ауыспайды, ол саған тикток емес, әр секунд сайын жаңа ақпарат түсетін. Бұл жерде кәдімгі толыққанды кітап, яғни бұл жерде 500 бет тима бар, өз ретімен жүреді, сенің оқу жылдамдығына байланысты қаншалықты жылдам сюжет дамитыны. Сондықтан әрине 30 минут басында ұзақ өтті. Соншалықты ұзақ кітап оқуды
күнде емес, бір аптасына 1-2 рет демалыс күндері сол мен білмеймін 1,5 сағаттай кітап оқи аламын, бірақ күнде 30 минут бөлу шыны керек басында қиын болды, өйткені 30 минут өтіп болмай жатқан сияқты. Таймерға қарай бердім, әлі 30 минут болған жоқ па деп. Сол кезде 30 минуттың шынымен бір жағынан өте қысқа мерзім және жылдам өтіп кетеді, көзге ешқашан көрінбейтінін. Бірақ сонымен қатар кәдімгідей біршама жұмысты бітіруге болатын уақыт ретінде ойым қалыптасты. Сондықтан челлендждің қорытындылары осындай. Өте кеңес беремін дейін жатырмын, бұндай сөз жоқ қой. Кеңес беремін. Өздеріңізді егер кітап оқуға бір қалай мәжбүрлеймін деп ойланып жүрсеңіздер, осылай күнде видео түсіріп, мысалы күнде қанша бет оқып жатырғаныңызды түсіруге болады, немесе жаңа кейде мен таймер емес, мысалы видеоны қосып қойып 30 минут бойы сіздермен бірге кітап оқығандарым күндерім болды, оларды өзіме видео ретінде, яғни менімен бірге кітап оқу деген сияқты форматында түсіріп салып қойдым. Бұйырса бітіргеннен кейін әрине бұл кітап туралы да ойыммен бөлсем. Бұл жерде айтпақшы автор тек қана Стендель деп белгіленген, интернеттен іздеп әлі қармадым, қарау керек, есімі жазылмаған. Міне осындай ескі кітап, іші өте әдемі, бірақ сіздер видеоларды көрген шығарсыздар, кері көрсетіп қажеті жоқ, бірақ сонда да иісі де бөлек осындай ескі кітаптардың, сондықтан жаман жақсы көремін осындай кітаптарды. Жаны өте әдемі, басында бір қазақи кітап па деп ойлап қалдым, шыны керек, жылдам қараған кезде. Міне осылай челлендждің аяқталуы. Видео ұнаса және челлендж қызықты болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Төменге өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Бұндай челленджді жалғастырған сіздерге қызық па, әлде қызық емес па? Бірақ қызық болса да, қызық емес болса да, мен шыны керек көп кітап оқығым келеді, бірақ күнде ол кітап оқуға уақыт бөлу және уақытты табу қиынға соғатындықтан осы челленджді мен жалғастыратын шығармын. Сондықтан осылай. Сау болыңыздар.